Баршаларыңызға сәлем, құрметті оқушылар. 8-ші сыныптың химиясы, 15-ші параграф, зат мөлшері, моль, авогадро саны тақырыбы бойынша үй тапсырмасының шығару жолын көрсететін боламын. Бірінші сұрағымыз зат мөлшері және моль түсініктеріне анықтама беріңдер. Зат мөлшері дегеніміз сол заттың құрылымдық бөлшектерінің санымен анықталатын физикалық шама. Моль массасы 12 грамм. Көміртекте қанша бөлшектер атомдар немесе молекулалар болса, сонша бөлшектері бар заттың мөлшері. Екінші сұрағымыз авогадро санының қаншалықты үлкен сан көрсететін әдістерді ұсыныңдар. Мына жерде міне көкпен көрсетілген. Авогадро тұрақтысының сандық мөлшері қаншалықты үлкен екенін мынадай салыстырудан білуге болады. Біздің ғаламшарымыздың бетінің ауданы 510 миллион километр квадратқа тең. Егер жердің бетін тегістеп диаметрі 1 миллиметр болатын 6,02 көбейтілген 10-23 дәрежесі құм түйіршіктерін төсеп шықса, онда құм қабатының биіктігі 1 метрден көбірек болар еді. Үшінші сұрақ, таразының екінші табақшасында қандай атомдар болуы мүмкін дейді. Қандай атомдар болуы мүмкін? Иә? Екінші табақшасында тең болып тұрса, онда бізде болуы мүмкін. Қандай атом? Яғни бір жағында көміртек болатын болса, екінші жағында 16 дейді, иә? Бұл жерде болуы мүмкін еді. Күкірт. Тең болып тұр, иә? Тең болып тұрса, мына жақта сұрақ белгісінің орнында күкірт болатын еді тең болу үшін. Ал тең болу үшін мына жақта болу керек, ол азот. Ары қарай кеттік. Келесі берілген химиялық реакция теңдеулерін аяқтап, теңестіріп реакция типтерін көрсетіңдер дейді. Аяқтау керек бізде. Литийға суды қосатын болсақ, литий гидроксиді мен сутегі бөлініп шығады. Реакцияны теңестіру керек біз. Мына жерге 2-ні, мұнда 2-ні, мына жерге 2-ні қоямыз. Сонда біздің реакциямыз теңеседі. Ары қарай екінші реакцияда күкірт қышқылына калийді қосатын болсақ, иә? Осы реакцияда калийдің алдына 2-ні қоямыз. Келесі оттектің алдына 2-ні, судың алдына 2-ні қоямыз. Келесі төртінші реакцияда натрий гидроксидінің алдына 2-ні қоямыз. Міне осылайша барлық реакцияны теңестіріп шықтым. Қарап шығыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Реакцияны теңестіру бұл өте маңызды. Ары қарай кеттік. Енді есептік тапсырмалар. Стаканға 1,5 моль қант сияды. Стаканда қанттың молекула санын анықтаңдар дейді. Бірінші тапсырма берілген жазып қояйық. Моль десе, ол жерде зат мөлшері, иә? Зат мөлшері 1,5 моль екен. Енді молекула санын табу керекпіз. Үлкен n-ді табу керекпіз. Шешуіне келетін болсақ, бізде мынандай формула бар, иә? n тең n бөлінген na деген формула бар. Міне осы жерден біз үлкен n-ді тауып аламыз. Осы жерден үлкен n-ді молекула санын табу үшін біз зат мөлшерді көбейтеміз na-ға. Міне бізде n бар, иә? 1,5 моль. Және na бар. Ол тұрақты 6,02 көбейтілген 10-23 дәрежесі. Оның 23 дәрежесі. Өлшем бірлігі мольдің -1 дәрежесі. Енді осы жерден көбейте саламыз. 1,5-ді көбейтеміз.
бір жарымды көбейтеміз 6,02-ге. Сонда жауап болады 9,03 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі болады. Екінші тапсырма. Ауа шарында шамамен 0,9 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі молекула азот болады. Яғни бұл жерде керісінше бізде молекула саны беріліп тұр. 0,9 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Азоттың зат мөлшерін тапты. Енді керісінше бұл жерде n-ді табу керек. Бізде n тең n бөлінген n-а. Орындарына қоя саламыз. n деп отырғанымыз 0,9 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі, n-а 6,02 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Енді 23 дәрежелер онсыз да қысқарып кетеді. Біз 0,9-ды бөлеміз 6,02-ге. Сонда жауабы 0,149 моль шығады. Ары қарай кеттік. Үшінші тапсырма. Көмірқышқыл газының 0,5 моль, 2 моль зат мөлшерінде қанша атом оттек болатынын есептеңдер дейді. Берілген жазып қоямыз. Зат мөлшерлері беріліп тұр, иә? Зат мөлшері көмірқышқыл газынікі 0,5 моль. Енді қанша атом оттек болатынын есептеңдер. Енді бұл жерде үлкен n табамыз ғой. Сонда зат мөлшерді көбейтеміз n-ға. 0,5-ті көбейтеміз. 0,5 моль деп жазайық. Мольді көбейтеміз 6,02 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі мольдің. Сонда екеуін бір-біріне көбейтетін болсақ, жауабы 3,01 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі шығады. Ал егер де зат мөлшері көмірқышқыл газынікі 2 моль болатын болса, онда қанша болады екен, иә? Екіні көбейтеміз 6,02 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесіне. Сонда жауап болады 12,04 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі болады. Ары қарай төртінші тапсырма. Берілген қосылыстардың бір молінде әр химиялық элементтің зат мөлшері қанша екенін есептеңдер дейді. Берілген қосылыстардың бір молінде әрбір химиялық элементтің зат мөлшері қанша екенін есептеңдер. Бұл жерде бізде беріліп тұр, хлор беріліп тұр, күкірт қышқылы және де темір оксидтері беріліп тұр. Бұл жерде бізде әрбір элементтің зат мөлшері қанша екенін есептеу керек, иә? Мысалы, хлорды алып қарайтын болсақ, бұл жерде хлорымыз біздің болады 1 моль болады, иә? Хлорымыз 1 моль болады. Келесі H2SO4. H2SO4-те сутек 2 болғандықтан 2 моль болып есептеледі. Күкірт 1 болғандықтан 1 моль, оттек 4 болғандықтан 4 моль. Феррум 2O3-те темір 2 болғандықтан 2 моль, ал оттек 3 болғандықтан 3 моль болып есептеледі. Ары қарай кеттік. Салмағы 25 кг жасөспірімнің денесінде шамамен 5 көбейтілген 10-ның 26 дәрежесі атом көміртек болады. Жасөспірімнің денесіндегі көміртектің зат мөлшері қанша дейді. Бесінші тапсырма. Берілгендерін жазып қояйық, иә? Массасы беріліп тұр 55 килограмм. Молекула саны беріліп тұр 5 көбейтілген 10-ның 26 дәрежесі. Енді көміртектің зат мөлшері қанша дейді.
Мгм. Бізде осындай формула болған, иә? Бізде осындай формула бар. Бізде зат мөлшері беріліп тұр, массасы беріліп тұр. Енді жасөспірімнің денесіндегі көміртектің зат мөлшерін табуымыз керек. Бұл жерде масса жай ғана сөз ретінде берілген, иә. Бұл жерде көміртек болды деп тұр ғой, 5 көбейтілген 10-26 дәрежесі атом көміртек болды дейді. Енді көміртектің зат мөлшерін табу керек. Сондықтан да біз мына формуланы пайдаланамыз. N бөлінген Na. Яғни 5 көбейтілген 10-26 дәрежесін бөлеміз 6,02 көбейтілген 10-23 дәрежесіне. Сол кезде 0,83 көбейтілген 10-23 дәрежесі, 3 дәрежесі шығады, иә. 10-3 дәрежесі шығады мына жерде. Себебі қысқарады ғой. 10-3 дәрежесі шығады. Соны келтіретін болсақ, 830 моль шығады. Мына жердегі жауаппен кішкене сәйкес келмей тұр, бірақ шығару жолы осындай болады. 6-шы тапсырма. Тыныштықта бір рет тыныстаған жасөспірімнің өкпесіне шамамен 300 мл ондан 0,0026 моль оттек бар дейді. Осы оттектің 22% өкпеге сіңіріліп қалғаны сыртқа шығады. Бір рет тыныстағанда жасөспірім қанша молекула оттекті жұтады? Неше молекула оттек өкпеге сіңірілмейді деп сұрап жатыр екен. Сонда бұл жерде пропорция құрамыз 0,0026 мольді 100% дейміз да, 22% x моль деп есептейміз. Осыдан x табатын болсақ, бізде x-тің мәні 0,000572 моль шығады. Армен қарай молекула санын табу үшін осы шыққан мольді 6,02 көбейтілген 10-23 дәрежесіне көбейтеміз. Сол кезде біздің жауабымыз болады 0,00344 көбейтілген 10-23 дәрежесі шығады. Міне осымен үй тапсырмасы аяқталды. Баршаларыңызға сәттілік. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және де лайк басып көргендеріңізді, соңына дейін көргендеріңізді білдіріп қойыңыздар, иә? Баршаларыңызға сәттілік.